Алдында айттым ғой, повер сервисті алып жайлап сатып көрді, реклама жасап. Бизнес ашып аласың мүмкін деп. Соның бірден бір дәлелі міне Нұрекеңнің точкасына келіп жатырмыз. Нұрекең мынандай қылып контейнер алып тастаған. Ақтөбе Астрахан трассасы Ақтөбеге кіре берсе тұр. Мынаяқтан Батыс Қазақстан, Астрахан, Ақтау бүкіл осы жерден өтеді, біздің Ақтөбеден өтеді. Мынағынан Орал келеді, Москваға кететін жолы бар. Осы бәріне осы жерден Нұрекең обеспечение жасап жатыр повер сервисті. Бізге келді, 1.7-де жұмыс істеді, вақтысына кетті, вақтыдан келді да, короче, ашып тастады, ойланбастан. Қазіргі таңның өзінде уже 7 миллион обороттық заттарын алып алды. Аллах тағала берекет берсін. Жігіттермен айттым, бұл нәрсені енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, просто так адам ақша салып, істеп, жұмыс істеп кірісіп кетпейді. Оның үстіне біз өзіміз отырмыз Ақтөбеде. Өйткені реально көрді, өзі сатты, бір 10 литрін сатты, бір 20 тоннаға сатқанда көзі жетті, уже 70%. Конкретный отзывтар 30%, енді екінші, үшінші құйғаннан кейін мощный отзыв болды. Соның бәрін көріп, өнімге көз жеткеніне болса бизнес қылып ашып алып жатыр. Былай өтіп жатсаңыздар, мынау батыс қазақстандықтар осы жерден повер сервисті ала аласыздар. Мынау Ақтөбеге кірген кезде күтіп алады. Негізі любой неге қазір Ақтөбеде осы жігіт болып тұр, негізі топ. Любой неге направлениеге, жаңағы Шымкент оңтүстіктен келатқан, Западтан келатқан, мына Орал жақтан келатқан бәрін осы Нұрекең жеткізіп жатыр жалпы доставкамен. Бірақ мына жерден келіп алып кетсе 10%-ді жеңілдігі бар. Өйткені келген кезде бұл жүгіріс ресурс шығыны жоқ қой. Сондықтан біздің барлық өнімдер осы жерде тұр. Алдағы уақытта даже мына жерге ПЗМ ашатын да ой бар екен. Алла берекет беріп кәсібіне жүріп кетсін дейміз. Құтты болсын. Рахмет.